Армысыздар бірге роғыз мен даусыма мән бермеңіздер, мен кішкене тұмараттым. Сіздермен бірге фотобук туралы сөйлесетін болсақ, мен жасалған фотобуктарым сіздер көрсеңіздердегідей, бұлардың бәрі YouTube каналда бар. Сондықтан да мен бүгін сіздермен сөйлесетін Euphoria, короче, жасайтын болсақ, бұл баяғыдан бері мен жасаған процесстер бәрі Инстаграмда бар, актуальныйға бәрін салып қойғам. И бұл скоро жақында ғана бітірдім мен бұны. Біраз уақыт бойы уақытым болмай жүрді, түсіре алмай жүрдім. Енді уақытым пайда болды. Euphoria. Бұның бәрі скриншоттан салған. Euphoriaның, если клипін көрген болсаңыздар, YouTube'да соның несі QR коды, сол клиптің QR коды десе де болады. QR коды ашып қарасақ, самый идеально жасалынған фотобук осы деп есептеймін мен. Өте әдемі жасалынды. И тиктокқа да мен түсіріп қойдым, оны скоро выпускать буду. Бірінші ютубта шықсын, потом тиктокқа шығарам, чтобы спойлеров не было много. Матовая бумага самый лучший. Көрсеңіздер, изображение оған идеально түседі. Идеально, качество да идеально болады. Бумага, сондай әдемі бумага, если честно. Поэтому матовый бумаганы ғана қолданатын болдым мен. А глянцевый бумагасы көрсеңіздер, бұл холборды бар. Күшті жылтырлап тұрады, но все же ол мына жерлер сызылып қалады. Ну, матовый менде тура сондай. Но если честно, разница жоқ. Глянцевыйда да, матовыйда да сеуі, бірақ глянцевыйда прогорает. Прогорает дегенде суреттері жоғалып, біраз жылдан кейін ол ағарып кетеді. Поэтому глянцевыйда не советую. Насчет фотокартов я не знаю, они прогорают или нет. Бұл жағын көре жатамыз енді. Я надеюсь, фокус держит, потому что я не вижу ничего. Штатива очень неудобно, если мне не сидит, не курсит от канала, если честно. Ну, надеюсь, фокус держит. Надеюсь на это. Не, фотобукты, матовый бумаганың материалын көрсеңіздер, қандай әдемі. Видите, материал жынды. Ну, фокус ұстап тұрған сияқты. Да? Келесі. Вот осылай каждый сіздің ұнататын клипіңізден осылай скринбук тапсырыс берсеңіздер болады. Фотобук десе де болады. Маған клиптарыңыздың аттарын жазып жібересіздер. И материалға ақшасын төлейсіздер. Материалмен, доставкамен 12 000 теңге шығады. Конечно, өте көп, но все же проще альбом купить дейсіздер ғой, но это ваше желание. Сами знаете, как хотите. О! Мен ешкімді принуждать етпеймін. Әркімнің өзінің қалауы болады. Өте әдемі. Лично өзіме ұнайды. Euphoria-нікі. Көріп тұр ғой, да? Мен өзі көріп тұрған жоқпын. Уже где-то 25-30 шығар. Мен одан көп артық істей алмаймын. Өйткені бұл менің материалыма материал жетпейді, короче. Фотобумага, анау-мынау, оған ақша керек, конечно. Поэтому бумаганың качествосы өте керемет. Ну, ұстаса енді. Охо. Бумага сондай матовый. Өте әдемі түседі изображение. Но бет самое мое любимое. Ну, кьё. И вот здесь тоже такое же. Скоро бітіреміз. Өзі азақ бет, конечно. Я же говорю, материал мне бьет. На жер так клей жағып қалыпты. Такое бывает хендмейдта всегда. Клей жағып қалу. Но менің қолымның ізі шығар по-любому. И та-та-та. Осылай эйфория аяқталады.
деген үміттемін. Тапсырыс берсеңіздер болады. Описанияға мен Инстаграмның ссылкасын қалдырамын, сол жерден көрсеңіздер болады. Қандай фотобук. Ой, тапсырыс берсеңіздер болады, не айтып отырмын мен, тапсырыс берсеңіздер болады. Менен сұрақ қойсаңыздар болады, любой сұрақтарыңызға жауап беремін. Сіздерге ұнап деген үміттемін. Әлде менімен бірге боласыздар деген үміттемін. Менімен бірге болыңыздар. Лайк, подписка күтемін, комментарий күтемін. Маған қолдау өте қажет, себебі мен бұны жайдан жай істеп отырмын ба деген ойлар келеді. Кейде ешкім тапсырыс бермейді деген ойлар келеді. Но хотя мен бірінші тапсырысты алдым. Оны мен келесі аптада жіберемін. Бұл видеоны мен бір күнде түсірдім десе де болады. Жаңағы Winter Beer, Euphoria мен Serendipity-дің фотобук. Сен бірге болған Роуз. Аньян.